Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі рецепті сіздермен ұйғыр халқының ұлттық тағамы гуйру лағман жасау рецептісімен бөлісемін. Рецепт өте қарапайым. Ең әуелі қамырын жасауға кірісеміз. 300 грамм жылы сүтке 1 шай қасық тұз салып, жақсылап қозғап алып, 300 грамм тостаққа ұн алып, үстіне тұзды суды аз-аздан салып, орташа қаттылықта қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап, жұдырықтап илеуін қандырамыз. Илеуі қанған қамыр өте керемет, жыртылмай, үзілмей созылатын болады. Қамырды илеп болып, бетін пищевой пленкамен жауып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз да, 15 минуттан кейін қамырымызды қайта қайырып илеп, қайта бетін 10-15 минутқа жауып қоятын боламыз. Қамырымыз демалып, өзіне илеуі қанғаннан соң, дәл сол әдіспен 2 рет, 3 рет қайталасаңыздар болады. Оның ешқандай зияны жоқ. 2-3 рет қайтарылған қамыр керемет жайылады. Мінеке, 2 этапта да дәл солай жасап алдық. 3-ші рет қайтарған кезімізде қамырды жақсылап, уже илеуі қанып, жылтыр болғаны қамырдан көрініп тұрады. 3 рет қайтарып болғаннан соң, өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа қамырды салып, сұйық маймен қалыңдау қылып, сеуіп, жағып, немесе өздеріңізге қолайлы нұсқада дәл кесуге ыңғайлап, жұқалау етіп жайып, тағы да 10-15 минутқа тындырып қоясыздар. Қамырын созу біраз уақыт алады, бірақ өте керемет тамақ шығады. Тынған қамырларымызды ыңғайлап, өздеріңізге ыңғайлы етіп, өте қалың, жуан қылып жібермеңіздер. 1-1,5 см көлемінде кесіп аламыз. Ұзыншақ етіп, барлық қамырды өздеріңізге ыңғайлы етіп, 1-1,5 см кесіп болғаннан соң, жақсылап сұйық маймен қайта жағып, араларына кіретіндей етіп жағуларыңыз керек. Сол себеп, чтобы жабысып, бір-біріне мазасы жабысып, сіздерге істеуге мазасызданып кетпес үшін, және сұйық майды көптеп қолданамыз. Bir шетінен алып, дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай, алақанның көмегімен созуды бастаймыз. Созудың өзі 3 этаптан тұрады. Бұл бірінші созу түрі. Және бетін қайызданып қалмас үшін осылай пленка немесе дастархан пакет кигізіп қойсаңыздар болады. Қайызданып қалған қамыр қаспақтанып кетуі мүмкін. Сол себепті осылай пакет кигізіп, сұйық майды молынан қолданып, әр созған лағманның бетіне сұйық майды қалыңдау етіп жағып отырыңыздар. Себебі екінші айналдыра созған кезінде де бір-біріне жабысып, сіздің берекеңізді алмайды. Оңай, жұмсақ алынады. Дәл осы этаппен барлығын осылай айналдырып аласыздар. Менің қамырым осы 1,5 легендей шықты. Екінші созылуының арасында 10 минут демалып, тағы да дәл солай, немесе 2 саусақтың арасынан бір-біріне қарай түйреу арқылы да жасап аламыз. Үшіншісі дәл осылай қолымызға қағамыз. Жұқалау етіп қаға берсеңіздер де болады, бірақ тым жұқа етсеңіздер үзіліп кетуі мүмкін. Сол себепті бақылап жасаңыздар. Ұнның сапасы өте маңызды. Барынша бірінші немесе
жоғары сұрыпты ұнды қолданыңыздар. Үзіліп кететін, босап кететін ұнды қолданбауға кеңес беремін, себебі ол лағмандарыңыз өте қатты үзіліп кетуі мүмкін. Сол себепті барынша жоғары сұрыпты ұнды қолданыңыздар. Міне видеода көріп тұрғаныңыздай созба лағманымыздың барлығын созып алдық. Қамыры жартылай дайын. Бір-бірінің үстіне қоймаңыздар. Әр созған қамырды бір-бірінен алшақтау өзіңізге алуға ыңғайлы етіп созасыздар. Алдын ала қайнап тұрған суға тұзын молдау салып, созған қамырыңыздың бір-біреулеп пісіріп алыңыздар. Жоқ, шатаспаймын, қолым үйренді десеңіздер, екеулеп қана салсаңыздар болады. Әр қамырды салған кезде 10 минут қайнау қажет. Қайнап шыққан қамырды салқын суға салып, қайтадан аздап майлап, бөлек ыдысқа алып қоя бересіздер. Келесі кезекте бізде оның салмасының өзіне тура рецептегідей етіп қоспаларды қосатын болсаңыздар, мен 100% гарантия бере аламын. Лағмандарыңыз ресторандағыдан да керемет болып шығады. Мен бұл жерде свежий, яғни балғын ет, қойдың етін қолданып жатырмын. Құйрық май, жұмсақ майлы жерлерін алсаңыз да болады. Осылай етін жұқалап кесіп, егер сүйекті қосатын болсаңыздар, мен қабырғалы жерлерін алдым. Жұқарақ етіп кесіп, турап, өздеріңізге ыңғайлы етіп турап аласыздар. Етіміз дайын. Келесі кезекте бізде болгарский. Болгарскийдің әртүрлі түсінен алған жақсы, себебі тамаққа рең береді. Дәмінен бұрын түрі де керемет болады. Мен бұл жерге бақшамдағы бар 2 түрін алдым. Аздап қызғылт түрі және де жасыл сары түсін алдым. Көп бұл лағманды ешқандай сәбіз, картоп қолданбайсыздар. Бар болғаны қоспалары, осы кәріс қырыққабаты, жусай, жәнду, болгарский, тәтті болгарский, аздап қызанақ, пияз, аскөктер, тұрып, ақ тұрыпты қолданамын. Міне пияздыларымды да ірі-ірі етіп тураймын. Өте жіңішке қылып жібермеңіздер. Ол қуырған кезде жіп сияқты болып кетуі мүмкін. Міне ақ тұрып немесе редиска деп те айтады көп жерлерде. Өздеріңізге ұнаған формаға келтіріп, қалыңдығын өте жұқа емес, өте қалың емес қылып турап, қызанақты өте көп турап жіберудің қажеті жоқ, шамалы дәм беретіндей етіп турасаңыздар болды. Мен бұл жерде бар жоғы 3 данасын қолдандым. Бастапқыда жеткілікті шығар деп ойлап 2-ін турадым, кейіннен үстінен аздап, көзіме аздау көрінген соң тағы 1-ін қостым. Және чесноктың да 2-3 түйірі жеткілікті. Өте көп қолданудың қажеті жоқ. Чесноктың иісі алып кетуі мүмкін. Кәріс қырыққабатын жұмсақ жерін бөлек өздеріңізге басқа рецептерге қолдансаңыздар болады, немесе салат жасап жеуге де болады. Бізге тамаққа қажетті кәріс орам жапырағының қатты жері керек болады. Бір орам жапырақты 2 лағманға жаратуға әбден болады. Артық жерін алып тастап, бұны да өздеріңізге ұнаған формада ұзыншақ етіп турап аласыздар. Әрқайсысының өзінің дәмі бар. Бірін аз, бірін көп қоспай, барлығын тамағыңыздың көлеміне қарай қосып отырасыздар. Обязательно ішіне сельдерей және кинза қосыңыздар. Себебі лағманның дәмін беретін сельдерей, кинза және жәнду. Мінекей, кинзаның сабағын мен алып тастамаймын. Оның да өзінің витамині бар.
2-3 сантиметр көлемінде ұзындығын. Дәл солай турап аласыздар. Келесі кезек менде кинза. Салмасы өте жылдам піседі. Көп уақытты алмайды. Бұның көп уақытты қолды ұстайтыны қамыры, лағманын созу, немесе сіздерге лағманын созу қиындық тудырса, дайын қамыры дүкендерде сатылады. Қамырын алып кеп, салмасын дәл осылай жасасаңыздар да болады, бірақ дайын қамыр алған кезде оны әлбетте қайнатып алу керек. Ол кезде оны 10 минут емес, 5 минут немесе 3 минут қайнатқан жеткілікті. Себебі ол қамырлар жартылай бір қайнап сақталынады. Міне қазанымызды алауға қойдық. Майын жеткілікті етіп өзіне молдау етіп құямын. Менің отбасым майлы тағамды жақсы көреді. Майымыз әбден қызығаннан соң етімізді саламын. Ет пісу керек. Бұл жерде бастысы ингредиенттің бірі пісу керектігі ет. Етіңіз піссе, қалған әншейін майға 1-2 минут малып аунатып аласызда, дайын болады. Егер сіз етіңіз піспей қалатын болса, етіңіз піскенше қалғанын қуыратын болсаңыз, онда қалған салмаларыңыз езіліп кетуі мүмкін. Етті қуырып жатқанда 2 ас қасық соя салып жіберіңіздер. Менің етім свежий балғын ет болғандықтан мен аздап тұз да салдым. Тұзды өте көп салмаңыздар, себебі сояның да өзінің тұзы бар. Меніңке етті аздап қызартып қуырғаннан соң пиязды мен 2 бөліп саламын. Етіңіз жұмсақ болып пісу үшін өте маңызды. Бетін жауып, біресе ашып, қуырып пісіріп аламын. Міне пияздың қалған бөлігі. Бір бөлігі қызарып піскенмен, екінші бөлігін өте қатты қызартудың қажеті жоқ. Міне жақынырақ көрініп тұр. Келесі кезек бізде кәріс қырық жапырағы. Оны да 2-3 минут аунатасыздар майға. Ұзақ қуырып жібермеңіздер. Артынан келесі кезекте болгарскиларымызды саламыз. Көп болып көрінуі мүмкін, бірақ өте көп емес, өзіне сай. Және ол шамалы қуырылғаннан соң өзінің бастапқы көлемінен басылады. Соя маздап көрініп еді көзіме, тағы бірер қасық салып жібердім. Үстінен ақ редиска немесе тұрып деп айтамыз, соны салдым. Оны да 2 минут аунатып, үстінен қызанақ пен чеснокты бірге қосып салдым. Және көкөністердің барлығын салмаймын, жай ғана жандуды саламын. Себебі жанду шамалы пісіңкіреу керек. Оны шикіде жей алмайсыздар. Оның да өзіне жараса дәмі бар. Аздаған суға 1-1,5 ас қасық крахмал салып, жай су емес, крахмалды су салып, дәміне қарай тұз, бұрыш салсаңыздар да болады. Әшші ұнатсаңыздар, стручковый перец салсаңыздар болады әшші бұрыштан. Мен ондай әшші салған жоқпын. Крахмалды суды салсаңыздар, сорпасы шамалы қою, су татып кеткен сылдыр су болмайды. Өте көп қосып жіберудің де қажеті жоқ. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, салған салмаларыңыз өте батпау керек суға. Себебі болгарский, кәріс қырыққабаты барлық өзінен су бөледі. Барлығы дайын болған соң осылай ас көктерімізді соңында саламыз да 2 минут аунатып алып, 10 минут бұқтырамыз. Сонан соң салмасы да дайын болады. Достар, дәл осы рецептпен жасап көріп, дастарханға тартсаңыздар, өте керемет, кісілігі бар, керемет ас болсын.